Баршаңызға сәлем достар. Қазір мен сіздерге Pinduoduo сайтындағы кошелек және корзина бөлімін түсіндіретін боламын. Мынау личный кабинетте тұрған, бізде ашылып тұрған страница, бұл личный кабинет деп айтылады. Мына жоғарыда 5 значок тұр, иә. Бірінші значок ол кошелек бөлімі деп аталады. Мен сіздерге осы бөлімді қазір түсіндіретін боламын. Мына жердегі кез келген товар, яғни маған өзім ұнайтын товарды мен алатын боламын. Мына спортивканы алу үшін төменге қызыл батырманы басамын. Басып, мына жерде түсін және астынан размерін таңдап, тағы да төмендегі қызыл кнопканы басам. Мен дәл осы жерде, мына жерде өзімнің Каспи картамның паролі және оның Каспи картамның артындағы 3 саннан тұратын кодты енгізуім керек болатын. Бірақ мен мынаны спортивканы ойланып, немесе басқа товарды көру үшін X-ті басып шығып кетем, иә. Маған шығып кеткенде бағанағы товар осы кошелек бөлімінде тұрады. Мен осы товарды алатын болсам, мына қызыл кнопканы басып, тағы да қызыл кнопканы басып, төлем жасаймын. Немесе алмайтын болсам, дәл сол қызыл кнопканың жанындағы мына ақ кнопканың ішіндегі иероглифтер тұр, және ең төмендегі иероглифті басып, тағы да қызыл кнопканы басып, мынау затты өшірем. Қайтадан обновление жасағанда бағанағы товар өшіп кетті. Міне уже кошелектегі товар жоқ. Енді мен сіздерге корзина бөлімін түсіндірейін. Мынау төмендегі 5 значоктан тұрған бөлімнің екінші жирек тұрған бөлім, бұл корзина бөлімі деп аталады. Кірдім. Маған осы уақытқа дейін ұнаған заттарды мен жүрекше басып, осы корзина бөліміне сақтағам. Мысал ретінде мынау двойкаға кірейін, яғни юбка мен кофта. Маған осы товар ұнады. Ұнаған үшін астындағы жүректі басам. Басқан кезде бағанағы товар маған корзина бөлімінен сақталады. Қарап тұрсаңыздар, мына бірінші тұрған киім бағанағы двойка. Мен осы киімді алу үшін жанындағы мына домалақты басам. Және мына жерде түсін и размерін таңдаймын. Қарап тұрсаңыздар, бағанағы домалақ уже қызыл путечка болды. Мен осыны алу үшін төмендегі қызыл батырманы басам. Басқан кезде осындай страница ашылды. Төбедегі менің өзім Алматы қаласында тұрғандықтан, яғни Гүл Каргоның Алматы қаласындағы адресін тіркегем. Және мына төмендегі қызыл птичка тұр, жүрекшенің ішінде, бұл Каспи картаның значогы. И мен осыны алу үшін қызыл кнопканы басам. Мен алмайтын болдым. Сіздерге мысал ретінде түсіндіріп жатырмын. X-ті басып, мына заттан шығам. Шығу үшін мынау серия кнопканы басам. Енді мен мына товарды алмайтын болдым. Мына жанындағы қызыл иероглифтің үстін басам. Бағанағы товар өшіп кетті уже. Бірақ қайтадан кошелек бөліміне түсті, иә. Мен мұны өшірем. Өшіру үшін мына қызыл иероглифтің жанындағы ақ кнопканың үстін басам. Басқанда бағанағыды көрсеткендей ең төмендегі иероглифті басып, қызылды басып өшіретін боламын. Қарап тұрсаңыздар, мынау жоқ уже, иә. Және тағы да бір нәрсе түсіндіріп өтейін. Главная страницада төбеде тұрған, яғни орысша жазуларды сіз түсінбейтін боласыздар. Бұл жаңа пост, яғни каргоның адресі. Если бұл каргоны тіркеу үшін, добавить адрес сейчас дегені басып, мына жерге аты жөндеріңізді, төменге телефон номеріңізді, астына қай облыста тұрасыз, мысалға мен Алматы деп жазайын. Және Алматының Қарасайский район, Сельский округқа мен іргелі деп басам. Басылды. Енді маған автоматты түрде почтовый индекс тіркеліп тұр. Енді мына жерге көшелеріңізді, үйдің номерін жазып, астындағы сохранить деген бөлімді басып, сіздер тіркейсіздер. Тіркелген бөлімді көру үшін мына личный кабинетке өтіп, адрес бөлімінен көре аласыздар. Мына адрес бөлімдегі мен тіркеген карго адрестері. Бұл жерде бірнеше карголардың адрестері тұр. Сіздер осы карго адресін тіркеуді түсінбесеңіздер, мен алдағы сабақта түсіндірген болатынмын. Қалай карго адресін Pinduoduo сайтына тіркеу керектігі жайлы сол видеоны толыққанды көріп, түсініп тіркейтін боласыздар. Если карго адрестеріңіз дұрыс болмаса, ол неизвестный товар болып жоғалып кетуі де мүмкін. Сол үшін де міндетті түрде ол карго адресін тіркеу. Яғни сіз қандай да бір товарға заказ беретін болсаңыз, ол товардың сізге осы Қазақстанға, яғни Алматысына дейін сенімді болып жетуіне осы карго жауап беретін болады.
Баршаңызға назар аударғандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген сабақтармен бөлісетін боламын. Және Pinduoduo фишкалары мен распаковкалармен бөлісетін боламын.